Сәлем балақай. Көптен бері кездескен жоқпыз. Қалың қалай сенің? Біз сені қатты сағындық. Және біз саған жаңа ертегі дайындадық. Ертегінің аты Күлше қыз. Ал бастайық. Ертеде бір патшалықта ерекше мейірімді, әдемі әрі тәртіпті қыз өмір сүріпті. Оның анасы ертеректе қайтыс болыпты. Ал әкесі біраз уақыт өткеннен кейін екі қызы бір әйелге үйленеді. Олар сондай долы, ұрысқақ адамдар екен. Өгей шеше мен оның қыздары мейірімді қыздарды жақтырмай, үйдегі лас әрі ауыр жұмыстардың бәрін соның мойнына артып қояды. Кеште бүкіл жұмысты істеп біткеннен кейін ол бұрышта пештің қасындағы күл салынған қораптың үстінде отырып демалады екен. Сол себепті өгей шешесінің қыздары оның Күлше қыз деп атап кеткен. Бір күні патша өзінің баласы ханзадаға арнап бал өткізеді де, оған патшалықтағы барлық қыздарды шақырады. Өгей шеше мен оның екі қызы қуанып дайындала бастайды. Ал Күлше қыз болса, олардың киімдерін жуып, тазалап, үтіктеп, әдемілеп тігіп береді екен. Жұмыс арасында балға баруды армандап күрсініп те қояды. Балдың қандай болатынын ең болмағанда сыртынан көрсем ғой шіркін деп қиялдайды. Алайда ағайынды қыздар оны күлкі етіп: «Ей, сен түріңе қарап алсаңшы, сендей кір салақ қызды сарайға кіргізуші ме еді? Тіпті армандамай-ақ қой» деді. Міне, көптен күткен күн де келді. Өгей шеше мен оның қыздары сарайға аттанып кетті. Осы кезде жабырқап тұрған Күлше қыз күндік шешесі мейірімді Перизатты көреді. Ол әп-сәтте асқабақты алтын жалатылған күймеге, тышқандарды жал құйрығы төгілген тұлпарға, егеу құйрықты бәлшіге айналдырады екен. Қыздың үстіне әдемі көйлек кигізіп, жалтыраған хрусталь туфли жасап береді. Күлше қызды күймеге отырғызып жатып Перизат: «Түнгі сағат 12-ге дейін қайтып кел» деп қаттан тапсырды. Түнгі сағат 12-де күймең асқабаққа, аттарың тышқанға, ал әдемі көйлегін сол баяғы жыртық киімге айналады. Сондықтан да бір секундқа да кешікпе дейді. Күлше қыз қуанышы қойнына сыймай сарайға аттанады. Ал залға кірген кезде ән жырды, әңгімеді, бәрі тоқтап, қонақтар мынау бейтаныс сұлудың кім екенін білмей дағдарып қалады. Ханзада Күлше қызды бірден биге шақырып, кеш бойы соның қасынан жүреді. Өйткені ол қызға бір көргеннен ғашық болады екен. Бақыттан басы айналған Күлше қыз да уақытты мүлдем естен шығарып алды. Сағат тілі түнгі 12-ге таяған кезде барып, Перизаттың айтқан сөздері есіне түседі де залдан шығып қаша жөнеледі. Бірақ күймесіне жете алмай қалады, өйткені бұл кезде сағат 12 болып. Күйме асқабаққа, аттар тышқанға, делбеші егеу құйрыққа айналып кеткен болатын. Күлше қыз залдан шығып бара жатқан аяғының туфлидің бір сыңары түсіп қалған екен. Ал екінші сыңарын қолына алып, жылап үйіне жаяу қайтады. Түсіп қалған аяқ киімді тауып алған ханзада: «Осы туфли кімнің аяғына сыйса, сол қызға үйленемін» деп жаһанға жар салады. Патшаның жалшылары оның қыздардың аяғына кигізіп көре бастайды. Бірақ кішкентай аяқ киім ешкімнің аяғына сыймайды. Кезек Күлше қыздың әпкелеріне де келіпті. Олар қанша тырысса да туфлиді аяқтарына сыйғыза алмайды. Осы кезде патшаның қызметкерлері Күлше қызды көріп қалып, оған туфлиді киіп көрші деп ұсынып жасаған екен.
Долы қыздар бұл ұсынысқа ішік сілелері қатқанша күліп, Күлше қызды мазақ етеді. Бірақ туфли Күлше қыздың аяғына дәл келеді. Осы кезде ол туфлидің екінші сыңарын шығарып киіп алады. Ал Перизат болса оның үстіндегі ескі киіммен керемет әдемі көйлекке айналдырып жібереді. Күлше қыздың ұрысқақ әпкелері балда болған арудың өздер мазақ етіп жүрген Күлше қыз екенін бірден таныды. Оның аяғына жығылып кешірім сұрайды. Күлше қыз оларды кешіреді, өйткені ол сондай мейірімді қыз еді. Ханзада болса қатты қуанып, бірден той жасайды. Көргендердің айтуынша, мұндай көңілді той патшалық тарихында бұрын соңды болмаған көрінеді. Міне, жақсы ертегі. Күлше қыз саған ұнады ма? Бізге арнаға жазыл. Бізде алдымызда Маша мен Аю, Бауырсақ, Үйшік деген ертегілер. Әлде тағы бір басқа ертегі оқуға ұсыныс болса, біздің арнаға комментарий жаз. Келесі кездескенше сау бол.